Оқушылар, келесі тақырыбымыз одағай. Одағай дегеніміз ол оның дербес мағынасы жоқ, адамның көңіл күйін білдіретін немесе жануарларға қаратылып айтылатын сөз табын одағай дейді екенбіз. Одағайдың ерекшелігі, бірінші ерекшелігі, одағайларда дербес лексикалық мағына болмайды. Яғни ол өзі жеке тұрып, ешқандай мағынаны бермейді екен. Мысалы, жай ғана әттең десем, ешқандай мағынасы жоқ. Ойпырмай десем, онда да жоқ. Ал егер оны эмоцияға түсіріп, бір сөздермен бірге сөйлемнің ішінде қолданылатын болса, онда бір мағына пайда болады екен. Келесі, одағай сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Яғни, одағайды талдаған кезде сөйлем мүшесіне талдамайды екенбіз. Ешқандай сөз табына да сөйлем мүшесіне де талданбайды екен. Қап, соны күшік кезінде атып тастау керек еді деген кезде қараңдар, қап дегенде ешқандай сөйлем мүшесі де сөз табы да болып тұрған жоқ, қалғандарын талдап қойған. Көрдік қой. Келесі, үшіншісі, одағай сөйлем мүшесі бола алмайды. Яғни одағай сөйлемнің ішінде сөйлем мүшесі бола алмайды екен. Әттең, қазір жанымда әкем болғанда ғой деген кезде тек қана одағай нені білдіріп тұр? Өкінішті ғана білдіріп тұр екен. Ал ол сөйлем мүшесі болып тұрған жоқ. Келесі, одағай мағынасына қарай үш топқа бөлінеді. Біріншісі, көңіл күй одағайы, жекіру одағайы, жекіру бұйыру одағайы және шақыру одағайы. Көңіл күй одағайы ол адамның түрлі көңіл күйін білдіреді. Яғни, адам кейде қуанамыз, кейде өкінесің, кейде жылайсың. Осындай көңіл күйді білдіретін сөздерді көңіл күй одағайы деп айтады екенбіз. Мысалы, алақай деу арқылы адамның қуанғанын білдіріп тұр. Әттең деу арқылы өкінуін білдіріп тұр. Шіркін, менде де осындай көйлек болса ғой десе не? Таңдануды білдіріп тұр екен. Екіншісі, жекіру бұйыру одағайы. Жекіру, яғни тыйым салу мәніндегі сөздерді, мәнін білдіретін сөздер екен. Тейт, стоп деп айтамыз ғой. Дәл соны білдіретін. Тоқта дегенде, жә қойшей жекіріп тұр, я? Тек деп арқылы ол да бұйыру одағайы болып тұр екен. Үшіншісі, шақыру одағайы. Ол көбінесе емес, ол тек қана мал, ит, құсты шақыруға немесе қууға байланысты айтылатын сөздер екен. Шөре, құрау, моқ деу арқылы сиырды шақырамыз, я? Осындай одағайдың осындай түрлері бар екен. Және одағай осылай жасалады екен. Бүгін өткен тақырыптарымыз осы сіздермен: еліктеу сөздер және одағай сөздер. Үйге тапсырма осы екі тақырыпты жақсылап түсініп оқимыз және түрлерін лажы болса жаттап аламыз. Сау болыңыздар, келесі көріскенше.